ішпесек, шекпесек, қатынға бармасақ, ұрлық қылмасақ, біреудің ақысын жемесек, көршіге зиян тигізбесек, жетімді бізге зиян тиеді ме? Зияны бар ма бұл нәрсенің? Жоқ қой ағайындар, дұрыс па? Қараңдар, міне осы нәрседен тиілсең, Алла жәннатты беремін деп жатыр да. Жоқ та, бірақ біз ішуіміз керек, төбелесуіміз керек, ананы қыру керек, ананың қатарына бару керек, мынаның ақшасын ұқтату керек. Астағфиралла. Қараңызда, егер Алла субхана тағала бізге мына қазғыр тауы, оны тасының бәрін тырнақтап, шашып тастасаңдар, кейін жәннат берем десе мейлі екен. Өгемнен мына жерге шейін тырнақпен, қолмен кәулеп, каналап келсеңдер сендерге жәннат берем десе мейлі екен да. Бізде ондай қара жұмысқа бұйырып атқан жоқ. Бәлкім нәпсті тоқтатуға, адамилықты күшейтуге бұйырып атыр да. Осы сіздің жәннат деп атыр да. Жәннат болғандар мәңгілік жәннат деп атыр.